Құрметті көрермендер, кезекті подкастымыз бір сабақ ұстаздармен әңгіме. Бүгінгі подкастымыз бізде жас ұстаздармен бірге өтетін болады. Бүгінгі подкастымыздың негізгі тақырыбы мен не үшін осы жолдамын. Бұл сұрақ бір қарағанда қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ ұстаздық жолда жүрген адам үшін бұл ерте ме кеш пе қойылатын сұрақ болып табылады. Кейде алғашқы сабақта қойылуы мүмкін ондай сұрақ, немесе бір шаршаған, қажыған кезде қойылуы мүмкін, немесе кейде бір оқушының алғысы, немесе керісінше бір жағдайда көңіл қалған сәтте адам өзіне осындай сұрақты қояды. Енді қарайтын болсақ, бізде қазір осы подкастымыздың тақырыбы негізінен логотерапияның негізін қалаушы Виктор Франкл деген бізде психолог ғалым бар. Соның өмірден мән іздеген жан деген кітабының негізін ала отырып әңгімемізді өрбітетін боламыз. Яғни бұл кітап не үшін, не жайында жазылған, соны қысқаша айтып өтейін. Бұл жерде Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Виктор Франкл өзі психолог бола отыра концлагерде 3 жылдай қамауда болады. Ол жерде жағдайды айту өте қиын. Ол жерде адам эмоциялық күйзелісті де басынан кешетін болса, психологиялық, моральдық тұрғыдан да қысымға түсетін болса, сонымен қатар физикалық та ол жерде қысым болған айта кету керек. Ол жерде адам ондай жағдайға төзбей өзіне қол жұмсау жағдайларда болған. Енді психолог бола отыра осы жағдайдан қалай басынан кешіп өтті, Виктор Франкл өзінің кітабында осыны жазады. Негізгі идеясы түйіні кітаптың мынау жайында. Мысалы, адамды дейді, өмірде ұстап тұрған нәрсе ол жайлылық емес дейді. Яғни біз негізінде өмірде комфортқа қарай ұмтыламыз ғой. Комфорт бар жерде бақыт бар деп есептейміз. Бірақ Виктор Франкл керісінше айтады, жайлылық, яғни комфорт ол өмірдің бізде осы өмірде ұстап тұрған нәрсе емес дейді. Ол қандай да бір мәнді табу дейді. Мысалы, не үшін өмір сүріп жатырмын деген сұраққа жауапты білген адам, ол қандай қиыншылық кездессе де алдыға жүруін тоқтатпайды. Бұл кітаптағы мән осы жайында. Яғни тақырыбымызға бүгін кіріспе жасап өттік. Енді бұл жерде бізде өзіміздің отандық жазушылар, ақындардың несіне саяйық әңгімесіне келетін болсақ, бұл жерде бізде өмірден мән табу жайында Абай атамыз керемет өзінің өлең жолында айтып кеткен. Сенде бір кірпіш дүниеге кетуің тапта бар қалан. Яғни адамның өзінің өмірлік миссиясы бар екендігі туралы. Ол адам негіз өзінің орнын табу керек. Сол кезде ғана ол яғни мәнін таба алды деген сияқты мағынаға келтіреді. Абай атамыздың осы сөзін біз басшылыққа алсақ болады. Енді тақырыбымызға кіріспе жасап болдық. Енді студиямыздың қонақтарына келейік. Бүгінгі біздегі студияда қонақ ол осы Қосшы мектеп гимназиясының қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Жансая ұстаз келіп отыр. Екінші қонағымыз бізде осы Қосшы мектеп гимназиясы алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Қуаныш ұстаз. Қайырлы. Қош келдіңіз, қош келдіңіздер студиямызға. Енді жас болса да өздерінің нәтижелі еңбектерімен, жетістіктерімен көзге түсіп жүрген бұл ұстаздарды арнайы шақырып отырмын. Өйткені сіздердің енді бір ұжымда жұмыс істеп жүргеннен кейін сіздердің істеп жатқан істеріңізді, әрекеттеріңізді, жетістіктеріңізді қарап бақылап отырамыз. Мақтан тұтып айтуға болатын үлкен жетістіктеріңізде жеткілікті. Ал енді қараңыздар, жас маман бола отыра осындай жетістіктерге қол жеткізу ол кездейсоқтық деп айта алмаймын. Оның бір мәні бар. Бүгінгі тақырыбымыз осы жайында болмақ. Негізгі ережеміз тек шынайылық керек. Дайын жауаптарды біз қолданбаймыз. Жауап тек жүректен шығу керек. Мен сіздерге сұрақ қоятын андай қатал мұғалімнің рөлінде емеспін. Мен сіздерге тек қана бағыт беріп отырамын. Модератордың негізгі рөлі осы болып табылады.
Ал енді дайын болсақ, онда жалғастыра берейік. Бірінші бізде мына притча дейміз ғой, тәмсіл дейді ғой қазақша аудармасы. Бір тәмсілмен бастап өтейін. Бір тәмсіл бар дейді. Бір қария ағаш отырғызып жатады дейді. Оның қасына бір адам келіп сұрайды дейді. Ата, бұл ағаштың жемісінде, көлеңкесінде сіз көре алмаймыз. Не үшін көре алмайсыз? Сіз не үшін оны егіп жатсыз деп сұрайды. Сол кезде қарияның жауабы: мен де біреулер отырғызған ағаштың саясында өстім. Енді осы ағаш менен кейінгілерге көлеңке болсын, пайдалы болсын деген жауап айтқан екен. Негізгі түйінін түсініп отырсыздар, иә? Өзі, яғни пайдасын көрді, бірақ артынан қандай да бір із тастау негізгі мақсат мұраты екенін айтып отыр да, адамның жаңағы өмірлік жолындағы. Енді ұстаздықта осыған ұқсайды. Өзіміз білеміз, мектеп қабырғасында барлығымыз оқыдық, иә, мектеп қабырғасын бәріміз өттік. Бұл жерде мұғалім немесе ұстаз болсын, немесе ата-анамыз болсын, бізге сенді. Сол жерде кішкентай кезімізде есімізге түсіретін болсақ. Және біреу бізге жол көрсетті, қолдау көрсетті, иә, дем берді. Бір қабілетімізді байқады да жол көрсетіп кетті. Енді мына ұстаздық жолда жүрген адам ретінде бізде сол жарықты, яғни бізге берген сенім, үмітті басқа оқушыларға жеткізуге қазір біз тырысып жатырмыз. Дұрыс па? Ұстаздықтың негізгі мәні осыда десек артық айтпағандық болып есептеледі. Енді сұрақ сіздерге, сауал десек болады, сұрақ демей қойын. Сауал енді сіздерге ұстаздыққа келуге, яғни түрткі болған себеп қандай? Сол жайында өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Қалай келдіңіздер осы жолға? Ауыр жолға, қиыны мен қуанышы қатар жүретін осы ұстаздық деген ұлы миссияны атқаруға қалай жүрексінбей келдіңіздер? Осы сұрақ. Мен бастайын ба, сіз бастайсыз? Бастай беріңіз. Бастайын, иә. Енді өзімді қалай келдім десек, мамандығым тікелей осыған байланысты пед мамандық болғандықтан кейін келіп отырмын. Әскери салада болғаннан кейін мен негізінде университетті аяқтап болғаннан кейін әскери саласына кетемін деген ой болған. Бірақ белгілі бір себептермен уақыт қатты ұзарып кетіп түсе алмай қалған болатын осы жұмыстан. Бірақ үйде анам да мамандық осы иесінің, ағам да мамандық, дипломын сәйкес келеді, мамандығын сәйкес келеді, істеп көр деді. Қиын болса енді араты өзің көресің. Мен ойлаймын, енді мамандығым сәйкес келіп тұрғаннан кейін бәлкім бұйырып тұрған осы шығар дедім. Әрине. Өйткені 6 айға таман уақыттың ішінде мен әскер саласының жұмысына бейімді кіре алмағандықтан кейін ойлаймын, жақсы көрейін, енді жаман емес. Әрине. Мұғалім дейді ғой, бәрі үлкен, беделді, әрине. Тұлға боласың деп. Үйдегілер де қарсы болған жоқ, істеп көр, қарайсын еді ар жағын. Одан кейін мен жақсы дедім, бір айдай ғана уақыт қалды, қыркүйектің басталуына. Мен жаңағыдай барып мектептерге не берем, порталға кіріп қарайым еңбек кезекте. Қай жерде қандай қызмет? Қандай қызмет бар? Қаладан көрдім 68-ші мектеп, 58-ші мектеп, 19-ші мектеп қателеспесем. Одан кейін қаланың тұсында Көктал мектепті көрген болатынмын. Өзінің ауыл аймақтарда жаңағы Талапкер ауылында, өзінен Қажымқан ауылында көрдім. Жанындағы Төңкеріс ауылдарында көрдім. Жақын жер ыңғайлы болсын деп, иә. Осы бір 7-8 мектепке мен өтініш тастадым. Қарайым бір өтініштерімді қарайым, бір мектептен 6-7 адам жаңа ойнап тұрады конкурста. Модераторы бар, сарапшысы бар, мен айтам. Деңгейі өте жоғары. Деңгейі жоғары, мен айтам, бұйырмайтын шығар дедім болды. Соңына дейін күттім. Бір мектеп жаңағыдай келіспейді, жас маман алмаймыз деді. Енді мектеп, гимназия басқа қалды, гимназия мектептерде ол алмаймыз деді. Тікелей айтты. Ауыл аймақтар енді жетістіктерге қарай бастады. Университетте спорттан ғана бар, былай жалпы тұрғыда қатты жоқ деймін. Жоқ болмайды. Одан кейін басқа ауыл аймақтарда бар екен, қалдап қойғандар бар екен. Қыркүйектің басталуына қателеспесем 3 күн ба 2 күн қалды. Осы мектеп таптым мен. Осы мектепке біз анам, әкем бәріміз үшеуміз де келдік. Сразу үшеуміз де келдік. Андай
бұған дейін мен өзім барып жүретінмін. Иә. Үйдегілер уже сен қайда барасың дейді, қазір оқу жылы бастап сен қайда барасың, сені ешкім алмайды. Сен диплом тек кете алмайды. Қалай болды? Қызығын көрмейсің ғой дейді. Өзіміз іске кіріспесек болмайды. Иә, солай табылды. Иә. Бір күн бұрын таңертең сағат 9-да әкем анам бәрін осы жаққа келдік. Мектепте көрдім. Мен ойлаймын, мынандай мектеп бар ма не деймін ғой. Қалай мынандай мектепте? Бірінші рет көрдім мен. Мен өзім ауылды мектепті бітіргеннен кейін ауылда 200 ба 300 таман ғана оқушы болатын жеке. Бұл жақта 2000-нан аса 2 жартылай мектеп. Бұл қалай? Көрдім, ішке кірем. Ұнады. Ұнады маған. Бірден ұнады. Ішке кірдім, ресепшн тұр, маған ұнады. Мен істеймін. Ресепшннен бастап ұнады. 246 кабинетке сақылы егішке барамыз. Мен дипломды көрсем, айтамыз, мен бітірдім. Ол кісі алады да директорға, ол кезде Дер Асқарына болды. Бірден сол кісіге апарады. Кіреміз. Қарсы алады кәдімгідей. Ұнады, еркелетті. Сразу тағы да ұнады маған. Істейсің ба? Сізді тыңдады. Сұрақ қойған жоқ. Дипломды қарады, келіп тұр. Істейсің ба? Істеймін. Мектеп ұнады ма? Ұнады. Кабинетті көрдің ба? Көрдім. Айтарың бар ма деді, осылай айтты. Мен айттым, жоқ деді. Жақсы, ноутбукқа, порталға өзіміз тіркейміз, ертең бастап жұмысқа келдік. Бітті. Керемет. Осылай мен қабылдандым. Бір-ақ күн қалған кезде, 2-ақ күн кезде қабылдандым. Керемет. Сәйкессіздік емес, кездейсоқтық емес. Кездейсоқтық емес деп ойлаймын. Бірінші осы кезде мен түсіндім. Бәлкім бұйырып тұрған нәрсе шығар. Қанша мектептен келіп, қала мектептерден келіп, осы жаққа келіп бірден келу. Жақын өзімнің ауылымнан таппаған нәрсені осы жақтан таптым деп ойлаймын. Жайдың жайымен шығар дедім бәлкім. Осындай бағытпен қызық оқиға болды бұл негізінде. Өзім сосын ойладым, мен қазір қайда барамын, не істеймін, өзімді қай бағыттан көрсете аламын деген ой туындады. Өйткені мен мектеп бітірдім, бітіре салып оқуға түстім. Оқуда мен тек қана оқумен және подработка дейді, кішкене жұмыспен айналыстым. Оған мен қазір не істей аламын деген менде ой. Теориялық біліммен ғана келдіңіз. Иә. Практикада басқаша. Сөзің шыны керек. Иә. Бірақ әдемі басталған сияқты сіздің неңіз. Одан кейін енді осы бағытқа келіп бастап кеттік. Дұрыс. Тамаша. Жылдан аса уақыт өтті. Сіздің еңбек жолыңыз жақсы оқиғалармен байланысып, жақсы басталған екен. Қызық басталды. Және әкімшілік тарапынан да сенім жақсырақ берілген сияқты, сол сізді әлі күнге дейін жетелеп келе жатқан сияқты. Өйткені ол әкімшілік тарапынан қолдау, кішкентай да болсын бір сөздің өзі ол өте маңызды, жас маман үшін әсіресе, иә. Тамаша. Қолдаулар бізге жағында керек. Шынайы жүрек жарды, мына ішіңіздегіні айтқаныңыз үшін енді рахмет. Керемет оқиға болған екен, иә. Тамаша. Келесі өзіңізді тыңдасақ, иә. Мен ұстаздық жолына менің балалық арманым алып келді. Мектеп кезімде математика сабағында оқушыларға сабақты мен түсіндіретін тақырыпты. Мұғалім қайда? Ол кезде мұғалімді шақырып алады, кетіп қалады. Жансая, сен тақырыпты түсіндіре бер деп. Сол есепті түсіндіру мені мұғалім болам деген кішкентай арманымның бірақ бөлшегі болды. Одан кейін сөйтіп келе математикадан олимпиадаларға қатысам, бірақ аудандық кезеңнен құлап қала берем. Шыны керек, тек қана мектепте қандай, сабақта қандай жансаямын, сол дүниемен ғана баратынмын. Мектепте не алдым, соны ғана. Мен қазір олимпиадаға бала бару үшін дайындық өте қатты керек. Ол бір нәрсені қайталап отырмасан, ол нәрсе ескіре бастайды. Әрине. Ол міндетті түрде қателік болады ол жерде. Сондай аудандық кезеңге мектептен өтем, бірінші орынмен ауданға барамда құлап қала берем. Ауданға барып құлап қала берем. Мені дайындайтын ол кезде мұғалім болмады. Ол маған өкініш болды. Одан кейін сол кезде менде осындай мотивация туды. Болашақта мұғалім болам. Одан кейін менің оқушым мен жетпеген жетістікке жету керек. Әр балаға дамуына мүмкіндік беретін тұлға болам дедіңіз ғой, иә? Керемет. Мен жетпеген жетістікке менің оқушым, мен үйреткен бала сол жетістікке жете алу керек. Қазіргі қателіктер оқушы кезімде бұйырмады ма, бірақ осы қателіктерді өз оқушым қайталамайтын, өз оқушыма жақсы үйрететін мұғалім боламын деп армандадым. Одан кейін мұғалімдердің сабақ беруі
оқушыны қаратуы, жаңағы мұғалім статусы ол қызықтыра алды мені. Қазіргі оқушылар айтпайды шығар мұғалім боламыз деп. Бірақ ол кезде біз мұғалімге қарап, мен де осы кісі сияқты мұғалім болам деген арман болды. Бәрінде емес енді бірақ. Енді соған қызыққан адамның барлығы бала арманымен көбі мұғалім болады. Одан кейін сол арман біріншісі болды. Одан кейін математика саласынан кетіп қалдым. Өйткені жаңағы олимпиада кінәлі болды. Менің орныма келесі адам табыла салды. Одан кейін сенен математик шықпайды деген дүние естідім да. Одан кейін жақсы сөйледім. Өлең оқу сайыстарына бардым. Қазақ тілге деген махаббатым ашыла бастады. Мұғалімнің әсері болды ма сол жерде, пән мұғалімінің? Иә, қазақ тілі мұғалімім өте күшті ұстаз болды. Өте керемет дайындайды. Мен қазақ тілді таңдаймын деген сәттен бастап, маған 5 қоймады. Бірақ сол 5-ті алу үшін мотивация мықты болды. Осыларды істесең, 5-ді аласың. Осындай, осы нәрсені сен қазақ тілі әдебиет таңдап тұрсың, сен басқаларынан жоғары болуың керек. Мысалы, ол кезде үздіктер 5 алатын. Бірақ сен ол үздіктермен тең дәрежеде болмауың керек, олардан жоғары болуың керек. Олардың бағалануы бөлек, сенің бағалауың мүлдем бөлек болды. Одан кейін 4 алып жүріп, мен бәрібір 5-ке жетем деген мотивация, мен бәрібір мұғалім болам деген мотивация сол күйі қалды. Одан кейін университетке түсетін кезде тек қана өзім мұғалім болып қана қалмай, сонымен қатар тілді кез келген жағынан зерттейтін, дамытатын адам болам деген арман туды да. Қателестім, филолог мамандығын таңдадым. Көкшетауда оқыдым. Бірақ ол жақта филологтардан қарағанда мұғалімдерді мықты дайындайды. Шоқан университеті мұғалімдерді өте қатты күшті дайындайды. Одан кейін бірден мұғалімдік жолымды нақты таңдауға мүмкіндік болды. Ректор грант ұсынды. Содан кейін бірден мұғалім болдым. Сол мамандығыма қайтадан оралдым. Ол жерде де мынандай болды өмірде. Менде өзіме қажет емес дүниелерге қатты внимание аудармаймын. Мысалы, қосымша сабақтарға, қосымша пәндерді қатты назар аудармаймын, бірақ өзімнің қазақ тілі әдебиетіне қатысты пәндерді өте қатты оқыдым. Талдауларымды университетте мықты талдайтын, мықты қазақ тілін студенттерінің қатарынан болдым. Бірақ экономика, не сияқты сабақтар болады ғой? Оларды вообще қарамадым. Сөйтіп керек емес деп ойладыңыз, иә? Керек емес деп ойладым. Бәрі солай ойлайды ғой негізі. Өзіңіздің негізгі пәндер деген оқып шықтыңыз, иә? Сөйтіп оқып шықтым. Одан кейін тағы да мұғалім болатын кезде осылай ойладым. Міндетті түрде қазақ тілі әдебиет мұғалім болам. Не үшін университетте мықты маман студент болып, практика кезінде мықты маман болатын ұстаз деген мотивацияларды естідім. Егер жай ғана мектепте бір қосымша білім беру деген нелерді алып шықса, вакансияларда жұмыс жасасам деп ойладым. Сосын тек қана ойым қазақ тілі әдебиет мұғалімі болу. Бірақ қаламызда, елімізде жалпы қазақ тілі әдебиет мұғалімі көп. Сұраныс төмендеу, мамандар көп, иә? Мамандар көп. Сұраныс төмендеу. Енді қазақ болғаннан солай ғой. Қандай мектепке барсам да, менен де тәжірибесі көп, менен де жетістігі көп, ұстаз көбірек болды. Жас маманның алдындағы бірінші кедергі сол ғой негізі. Мектепке келгенде қыркүйек айының ортасы болды. Жаңағы мектепте жұмыс істеймін деген соң, жаңағы тек қана қазақ тілі әдебиет мұғалімі дегенді сұра тұру керек болды. Бірінші мектепке кіріп алу керек болды. Тактика мықты. Қазір жас мамандардың қазір көбі сондай. Егер кадр жетіспейтін мамандарды оқысан, мектепке кіріп кете алатын шығарсыз, бірақ та кадр бар мамандықтарды оқыған мұғалім үшін, миссияға жету үшін бірінші бір бөлшек болып кіріп алу керек. Дұрыс, келсін. Сөйтіп
гимназияға келдім, Дидар Аскарынан кезінде мен де әлеуметтік педагог болып келдім. Ауыр жолдан бастапсыз. Иә, ұстаздық жолым өте ауыр жолдан басталды. Өйткені ол саланы мүлдем білмеймін. Жақсы, өте жақсы. Қиындықтар туралы кейін айта тұрамыз. Енді келген жеріңізден тоқтайық. Тамаша. Екі тағдыр екі түрлі екен өмір жолы. Мен өзімді бүйтіп өмірдің ағынымен дегендей ғой, сол сіз сияқты келдік. Мен андай ішкі андай не деуші еді, қалау болған жоқ та. Ой, мен мұғалім боламын, осылай боламын деген сияқты. Бәріміз енді білім саласында қызмет етіп жүрміз ғой. Сіз сияқты осылай бар ма бар, жоқ па жоқ деп. Бірақ сіз өз арманыңызды кәдімгідей қалап келген екенсіз де, өзіңізге мақсат қойып, қайтсем де осылай боламын, мықты боламын деген сияқты. Мен сондаймын. Екі түрлі. Мен сондаймын. Тамаша. Мен армандарымға соған жетуім керек. Мысалы, өзімді басқа салада елестете алмаймын. Оны қосымша табыс ретінде, қосымша жетілу мақсатында елестететін шығармын, бірақ ұстаздықтан кетпейтін сияқтымын. Оны Құдай біледі дегендей, өйткені қазір заман өзгеріп жатыр. Жасанды интеллекттің дәуірі 99% мамандық жойылады деген хабар келіп жатыр бізде. Ол мүмкін болуы да болып қалуы да мүмкін. Оны жоққа шығармаймыз. Жақсы, керемет. Қалай еңбек жолына келгендеріңізді қысқаша айтып бердіңіздер. Тамаша, керемет, бөліскендеріңіз үшін көп рахмет айтамын. Енді келесі неге ауысайық, келесі. Мысалы, психологияда мындай тиесілі болу деген мағына бар да, тиесілік сезімі. Бір нәрсеге тиесілі болу. Мысалы, оны қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, бір ұлы мақсаттың бөлшегі болу деген нәрсе адамды ұстап тұруы мүмкін да. Мысалы, оны мен мысал ретінде келтіретін болсам, мына кеңестік дәуірдің адамдарын айтқым келеді. Мысалы, пионер деген сияқты, комсомол деген сияқтыларды айтқым келеді. Ол жерде идеология өте керемет жүзеге асты ғой. Жұмыс үшін ол кісілер бәріне дайын еді ғой. Жұмыс үшін олар отбасында екінші орынға тастайтын еді ғой. Біз ата-аналарымыздың әңгімесін естиміз ғой кейде. Комсомол болу деген идеология ол енді өйткені ұлы мақсаттың бір бөлшегін ретінде сезіну адамды не істейді? Алдыға жетелейді екен ғой. Мән береді екен ғой сондай нәрсе. Әлсіресе бұл жастар үшінде енді біз мысал келтіріп өттік. Қазір енді білмеймін ғой, біз саясаттың ісіне араласпаймыз. Біздегі идеология қазір қалай жүріп жатқан. Мүмкін сіздерде бар шығар, ұлтқа қызмет ету, мен осыдан бастауым керек. Алаш зиялыларының әрбіреуі мектепте, яғни кітап жазып, осылай ұстаздықтан бастаған, мен де сол жолды қуамын деген сияқты бір ойда болуы мүмкін ішкі сезім, Ол жаңағымен байланысты да. Ұлы мақсаттың жаңағы бір бөлшегі ретінде сезіну. Бірақ қазір оны жеке айта кетесіздер. Оның өзінің несі бар да, жаңағы миссиясы бар да, жаңағы мағынасы бар да бұл нәрсенің. Енді келесі сұрақ былай болады. Мысалы, ұстаздық жолға келудің себебі бар да, бірақ сол жолда ұстап тұратын тағы бір себеп болуы мүмкін. Ол екеуі екі түрлі болуы мүмкін да. Түсіндіңіздер ғой, Ұстаздық жолға келу себебі деген нәрсе бар, сосын ол жолда жүру, ұстап тұрудың себебі басқаша болуы мүмкін. Сол жайында қазір айтып өтсек. Мысалы, жаңа айтып отырмыз. Тиесілік сезімі дейміз де, мен бұл жерде керекпін деген сияқты сезім. Немесе мен бұл жерге бөтен емеспін. Мен осы ортаға керекпін. Менің осы жерде орным бар деген сияқты ішкі сезімді айтып жатырмын да жаңағы мен. Енді әңгімемізді ары қарай, яғни сауал ретінде қоятын болсам, ол былай болады. Осы жерде сіздерді, яғни осы жолда сіздерді не ұстап тұр? Мысалы, сіздер өздеріңізге сұрақ қойдыңыздар, менен ұстаз шыға ма, жақсы ұстаз? Ұжымда менің орным бар ма? Оқушылар мені қабылдай ала ма? Мен дұрыс жұмыс істеп жүрмін бе? Деген сұрақтарды өздеріңізге көп қоясыздар ғой сіздер енді іштей, ұстаз болғаннан кейін. Бірақ енді нақты айтатын болсақ, не ұстап тұр осы жолда? Себебі? Өйткені сіздердің 2 жылға жуық тәжірибелеріңіз бар. Істемейтін адам ол бір айда кетіп қалады. Жаңа айтып отырмын ғой өзім сөзімде. Істемейтін адам ол өзінікі емес болса, маған кетіп қалса. Бірақ сіздер қалдыңыздар, таңдадыңыздар осы жолды. Не ұстап тұр? Осы жайында айтып өтсеңіз. Не ұстап тұр? Иә. Неге мектепте жүрсіз? Мен ұстап тұрған мақсатым деп ойлаймын. Мен әлі өз мақсатыма жеткен жоқпын. Қашан жетемін, сол кезде кететін шығармын мектептен. Бірақ оғанға дейін кетпейтін сияқтымын. Қандай мақсат? Жақсы ұстаз болу. Мен жаңағы әлі де баламды, әлі де оқушыларымды республикалық кезеңге шығарған жоқпын. Әлі де атым шығатындай ұстаз әлі болған жоқпын. Менен бастамайықшы, Жоқ, айта беріңіз. Сонда сізді тек қана нәтижемен ғана мақтанасыз ба? Оның басқа да бір қыры бар ғой ұстаздықтың. Сіз тек қана қағазбен болса, қағазды қазір сатып алуға да болады заман ғой.
жоқ ағай, Иә. ондай емес. Тағы да сіз айтпай тұрсыз, бар жағын айтпайсыз, мен айтқызғым келіп тұр сол нәрсені. Тағы да бір нәрсе бар ғой, мысалы оқушылардың алдында. Не ұстап тұр сізді? Жарайды, нәтижемен ғана айттыңыз. Айтсаңшы, Қуаныш. Ал жақсы? Жақсы. Не ұстап тұр дедіңіз ғой? Осы жұмыста жүруіме. Алай сіз жыл сайын барасыз, жыл сайын осы жарыстарға дайындайсыз, оқушылардың, шәкірттеріңіздің нәтижесін біз қарап отырамыз, бақылап отырамыз. Бірақ неге? Не түрткі? Не түрткі? Жауап берейін. Нақты мен қазір сіздерге айта алмаймын, не ұстап тұрады дегенге, өйткені қолымнан әзірше басқа нәрсе келмейді, сөздің шыны керек. Мен ештеңе істей алмаймын. Мына жерде мен де айттым, тағы да бір қырып жойып керемет бір оқушыларға білім беріп отырмын деп. Ондай білім кез келген адам, мен ойлаймын, кез келген адам өзінің жұмысына сәйкес, бағытына сәйкес әрбір адамға, немесе ол оқушы болсын, үлкен адам болсын, бір қандай да болсын, септігін тигізеді, бір ой тудырады, немесе өзгертеді, бірнеше жақсы жаққа болса соны арттырады, жаман жағын болса оны жасырып басқа бейімді жақсы жаққа жүруіне бір жол тигізеді. Енді мен ол жағын айта алмаймын. Сол жолдамын дейсіз ғой? Жолдам деп айтайын ба, жолда емес, білмеймін енді. Өйткені мен қатты балаларға ақыл кеңес айтатын жас та емеспін, және қатты бір керемет тәрбие беретін тәрбие беретіндей ондай керемет деңгейім де жоқ, білім де жоқ деп мен мойындаймын. Бірақ енді өзіндік сәйкес, бағытына сәйкес мен жаманды жаман, жақсыны жақсы деп ажырататындай не дейсіз? Иә, мен айтып бере аламын. Және Және беретін сабаққа, мысалы, білімге сәйкес, онда мен мысалы айта аламын. Өйткені енді жоқ болса сәл де болсын бір оннан бір бөлігі оқығанымыз шыны керек бар. Керемет. Және енді бағытына сәйкес енді көп айтады ғой, неге не ұстап тұр дедіңіз ғой жаңа. Иә. Мен күнде болмаса да бір аптасына бір менде болады. Неге деген. Не істеп жүрмін мен өзі деген сияқты. Өйткені мен өзім ашуғанды шыдамсыз, сабырсыздық ол болады, ондай болады. Бәрімізде сондай болған. Үлкен кісілердің тарапынан сөз енді айтады ғой, тырысам қандай да бейімделіп бір тыңдауға, бәлкім маған бір септігін тигізетін шығар деп. Бірақ кей кезде асыра қатты нелер болып кетеді. Сын ба сіздің тарапыңызда? Сын дей ма, солай айтуға да болады. Сол кезде ойлаймын, мен тағы да не істеп жүрмін деп. Жауап оған мен оқығаным бар, кішкене етін ғой, онdan бір бөлігісін біріне болсын бере аламын, көрсете аламын заттар, мысалы өзіндік бағытына сәйкес мен біріне айта аламын. Және басқа нәрсе мен істей алмаймын мысалы. Егер де қолымнан бір тіпті керемет бір сондай бір пайдасы тиетіне бір мүмкіндік болса, бәлкім мен кетіп қалатын деймін. Жақсы, дұрыс, тамаша. Және мен айттым ғой, басында мен өзімнің салама түсе алмай қалдым деп айттым ғой. Иә. Бірақ мен сол жолға келе жатырмын. Мені мектепте не ұстап тұр? Жалпы мектепте бұл сұрақты мектепте қиындықтарды кездескен кезде ғана ойланамыз. Әрине. Қиындықпен бетпе-бет келген сәтте ғана біз мәнін түсіне бастаймыз да. Сол сұрақ қойыла бастайды, не үшін жүрмін мен? Не керек осы маған деген сияқты, сол кезде түсінеміз. Артты ойлаймыз деген сияқты. Мысалы, қаншама көріп тастаған неміз бар ғой біздің. Осыған дейінгі жүріп келген жолымыз, оқушылардың несі сізге деген жаңағы махаббаты, шынайы айтқан нелері да, иә? Иә, жаңағы сұрақ дәл сол қиындық келген кезде қойылады. Мысалы, не үшін керек бұл? Бұл жерде мені көре алмаса, бағаламаса, басқа жерге кетеді. Бұл мамандық болмаса да басқа жақта да ақша тауып күн көріп тіршілік ете аламын деген дүниелер келеді. Сол кезде кетпеуге бір нәрсе ұстап қалады. Сол сәттер оқушыларымның маған деген ыстық ықыласы, маған деген сенім, және де менің алдаға қойған мақсаттарым мен армандарым деп айтатын едім. Мысалы, көп жағдайда қиындықтар сыныппен болады. Жаңағы өзім сыныбым тәртібі жағынан өте керемет сынып емеспіз, бірақ мен оны былай ақтайтын едім: 5-ші сынып нағыз гиперактивный сынып. Оларда қалыпты жағдай.
оларды оларды бөліп оларды отырғызып шекелеп тастау дұрыс емес деп айтатын едім. Бірақ сол гиперактивность қатты кетеді да, кейде түсініспеушіліктер болады, одан кейін ата-аналар жағынан наразылық туады, сол кезде қиындық басталады, сөйтіп қиындық келеді. Сол кезде ойлаймын, не үшін бұл сыныпты жоғары жетелеп жатырмын егер жұмысын бағаланбаса. Онда сыныпсыз да жүре берсем, мұғалім болып жүре беремін деп, немесе сондай қиындық келген кезде ойлаймын, балаларымның менен басқа ұстазды қабылдамайтынын, олардың фойеде алған сұхбаттардың өзінде де мектепке не үшін келесің дегенде Жансая ұстаз үшін келем деген оқушының бір ауыз сөзі кәдімгідей сол сияқты басқа да оқиғаларда сені жақсы көріп, сенің еңбегіңді бағалайтын сәттерді еске алып, сол арқылы мотивация алып, өз-өзіне мотивация беріп, осы мектепте қалып, дальше өзінің арманына, ары қарай өзінің арманыңа, өзінің тура бағытта келе жатқанында сезінетін сияқтысың. Негізі қиындық болмаған кезде ол нәрсе дұрыс емес деген сөз. Ондай қарапайым күнделікті бір сарында ғана өмір сүрдім деген сөз. Ағыспен жүрген жерде ол дамуда болмайды да негізі. Даму кезінде қиындық та болады, жаңағы мәселе де болады. Бастысы сол жерден тастап кету емес, бұл қиындықты жеңіп шығамын деген мақсат, және сол қиындыққа қарсы жүру. Содан кейін көп мұғалімдер айтады ғой, қателесуден қорықпаңдар, тәжірибелі мұғалімден. Тәжірибе, қателесу, кейбір қателіктер нағыз маманды тәрбиелеп шығады. Әрине, дұрыс. Мүмкін бұл да менің қателігім шығар, бұл қателікті келесіде жасамасам, одан да керемет дүниеге ие болатын шығармын деп ойлап, өз-өзімді ынталандыру арқылы, және де мені бағалайтын, маған деген ыстық ілтипаты бар оқушыларымның, солардың көзіндегі жанар, от осы мектепте, осы салада ұстап тұр деп айта алатын. Тамаша. Керемет, жарайсыз. Енді жақсы, адамды ұстап тұрған нәрсе, жаңағы сіздер айтып жатқан мән, ол өте нәзік нәрсе де, ол үнемі бір қалыпта тұрмайды да, оның кейде әлсірейтін де кездері болады. Енді сол күндер туралы айтып өтсек. Тағы да психологияға келеміз. Психологияда бізде өзін-өзі анықтау теориясы деген түсінік бар. Сол бойынша адамның ішкі мотивациясының 3 түрін көрсетеді екен. Ол 3 түрі мынау жайында. Бірінші, мысалы, таңдау еркі. Мен өз ісіме ықпал ете аламын, яғни мен өз әрекетіме ықпал ете аламын деген сезім. Екіншісі, қолымнан келеді деген. Мен оны атқара аламын, мен осы жұмысты атқара аламын деген сезім, ішкі сенім. Содан кейін байланыс сезімі. Яғни мен жалғыз емеспін, адамдармен байланыстамын деген сезім. Егер осы үшеуінің біреуі әлсірейтін болса, онда адам шаршайды. Шаршайды, қажу процесі басталады деген сияқты. Яғни оның ішкі мағынасы әлсірей бастайды. Мысалы, ұстаз өзін тек тапсырма орындаушы ретінде ғана, әкімшілік тарапынан берген тапсырманы орындаушы ретінде ғана сезінсе, онда таңдау еркі азаяды, дұрыс па? Өйткені оны мен таңдап жатқан жоқпын деп қабылдайды. Келесі, менің қолымнан бұл нәрсе келмейді деген бір ой келе қалса, онда өзіне деген сенім азаяды. Дұрыс па? Онда мотивацияның бір несі ғой, жаңағы тетігі. Ал өзін жалғыз сезінсе, онда байланыс әлсірейді екен. Түсініп отырсыздар, осы 3 нәрсені психологтар анықтап беріп отыр. Қаншама адамдарды зерттеу нәтижесінде. Оны мысалы біз қазір басымыздан өткеріп жатуымыз да мүмкін, бірақ бейсаналы түрде біз оны қазір ашқымыз келіп отыр. Сіз үшін жұмыстағы ең ауыр сәт сол жайында айтып өтсеңіздер. Ауыр болған сол қиын сәттер болады ғой. Ол мысалы неден болуы мүмкін? Жүктемеден бе, сізге берілген жүктемеден бе, әлде қарым-қатынастан болған нәрсе? Мысалы, әріптестермен қарым-қатынас, біз әкімшілік тарапынан болатын сізге деген жаңағы, қалай десем болады, қарым-қатынастың дұрыс еместігі, содан ба? Әлде оқушылардың сізге деген қарым-қатынастың дұрыс еместігінен бе? Сол арада болатын қақтығыстар әсер етті ме? Қай сәт сіз үшін ең қиын сәт өзіңіздің еңбек жолыңызда? Дұрыс, ойланамыз.
қандай сәт ең қиын сәт? Ең Көп қой ондай қиын сәттер. Болды ма? Басынан өткөрдіңіздер ме? Ең Жылаған, қиын депрессияға кеткендей деген сияқты. Бір-екі ай. Жоқ, жұмыс барысында осы бір Иә, жылда иә. көрінеді, сол қатты прям жылап андай депрессия ұшырау деген болмаған. Ер адамдар сондай болады, молодец. Мына жаққа қойылатын. Көп болған Бірақ негізі, иә. Мен білмейміз ғой біз, деп қоймыз. Бірақ андай жүктеме деймін, білмеймін енді. Әр нәрсе ауырсақ та жас болғаннан кейін бізде анда қатыстырады, бүйтеді. Менде переломный момент деген нәрселер болды ма? Жоқ. Сындырып жіберетіндей. Болды, кеттім мен деген сияқты мына жерден. Жұмыстан кеттім мен, осы істегім келмейді деп ішкі бүкіл мотивацияңыз құлдырап, түкке ешқандай неңіз жоқ болып қалған кездер ше. Міне деп арыз жазуға дейін барған кездер ше, болды жұмыстан шығамын деп. Менде болған ба дәсі? Нақты Соны айтсыңыздар. ондай Бірақ ана сөз жоқ. нақты атаудың қажеті жоқ та, мына кісі деп ше. Иә, Жалпы иә. болған нелерді. Детально қажет емес енді. Иә. Ертең Өздеп ойладым. Иә, сөздеп ойладым. Иә, ол ертең Еговта отырмайық бүйтіп. Вакансия іздеп па? Вакансия жылдың соңында, иә. Ал, айта беріңіздер. Ағайдың алдында жылды аяқтап кетіп қалайық. Өтініш деп. Бұл енді біздің соңғы подкастымыз болды. Құрметті көрермендер. Енді өкінішке орай. Осы подкасттан кейін өзіңіз ашып, бұл соңы. Бұнымен бітті. Вот и все деп. Дәс айтайын. Менде енді ондай қатты болған жоқ, сонша 1,5 жыл көлемінде сондай қиындатып бір сондай бір арызға дейін жазатындай болған жоқ. Бірақ ұрыс керістер енді болды, ол менде жиі болады. Бәлкім ол сіздер естімейді шығарсыз. Сосын байқалмай кетті. Жоқ, естімейміз. Мен ондай да естімеймін. Негатив қой ол. Көрінбейді. Бірақ ұрыс керіс мысалы жиі болады. Мен ойлаймын, ол нормально деп ойлаймын мысалы. Қалыпты жағдай. Қалыпты жағдай екені. Мен жас болғаннан кейін мысалы өзінің стереотипім бар мысалы көрсететін. Мына кісінің қалыптасқан адамның маған беретін басқа да бір несі бар. Құндылықтар. Мен онымен мысалы келіспеймін де. Ондай мен ойлаймын, ол нормально деп. Шаршатады не айтты ғой, жаңа неден шаршайды деп. Андай кейбір болады. Жарыс, дайындық, Жоспарсыз әрекеттер. жоспарсыз әрекет, іс-шара жанында жиналу керек, өту керек. Мен біттім уже, мен таңертең келдім, бір істерім болды, ар жаққа қалаға бардым, балалар дайындадым, киімдерін әкелдім, реквизиттарын дайындым, жарысқа дайындықтарын дайындым, мен шаршап кеттім. Иә. Жоқ, болу керек, істеу керек. Осындай моменттер 2-3 рет болды кәдімгі қатты. Бірақ андай мен барып, мен қағаз тамдар адамды алдым. Иә, енді сіз ондай болған жоқ. әскери бағытта негізі арманыңыз болды ғой, иә? Әскери бағытта жұмыс жасау. Иә. Енді сол жаққа барғыңыз келсе, бұған дайын болуыңыз керексіз. Өйткені ол жақта тек қана бұйрық, ол орындалу керек, дұрыс па? Шаршап тұрмын деген әңгімелер жерде бармайды ғой. Сол үшін де мен де негізгі арманым әскери маман болу. Бірақ мен кейін естіген кезде осындай жағдай. Құдайға шүкір дедім ғой. Өйткені мен ондай шыдай алмайды екенмін. Өйткені ол жерде қарамайды екен ондай нәрселерге, иә? Көп естимін. Енді рас, иә, ол тек қана бұйрықпен жүресіз. Бұйрықпен жүру енді. Иә, бірақ мына жерде мынандай ой туындайды ғой, біз мұғалім едік қой деген. Мынау иә ойыншық сияқты болып қалатын сияқты, ол жақпен салыстырғанда, иә. Иә, мысалы біз мұғалім едік қой. Біздің жолымыз қалай деген сияқты болады енді. Басқалар істесін, нетсін дегендей. Бірақ ойлаймын енді ол жұмыс болады, айтты ғой. Даму жоқ жерде андай дамитын жерде андай өзгеріс, сондайлар қиындықтар көп болады, иә. Болады деп, иә. Мен осы мысалы ой болу керек деп ойлаймын мен. Ол үлкен болсын, жас болсын, кіші болсын. Өйткені алатын нәрсе де бар да одан. Дұрыс. Ол өтіп кетеді, шара өтіп кетті, мен ойлаймын да. Мына молодец, анда барып үлгеріп отыр. Әрине. Жарысқа барып орындалып келді. Мына жерге қатысты. Мен ойлаймын, жайын айтылған сөз емес қой мысалы. Ну, дұрыс айтасыз. Осы нәрседе кішкене сіз позитивті жақтан қарайды екенсіз, тамаша, иә. Бұл солай болу керек нәрсе. Фуй, неге ол мәмен болды деп оны бүйтіп уайымға салына берсеңіз, ол сізге ауыр тиетін дүние де негізі. Жарайды, өтті, кетті, бітті, бірақ айтатын жерде айтып қоясыз да, мысалы, мынау дұрыс емес деген сияқты. Иә, ол кезде сол жағдайда болады, кішігірім, иә? Кішігірім. Бірақ ол мысалы болу керек деп ойлаймын. Өйткені мен мына кісінің жағынан басқа жақтан да өзімнің тарапымды көрсете аламын. Және мына кісілердің айтып жатқан тарапын мен өзіңе де қалыптастыра аламын. Дұрыс айтасыз. Жалпы ондай қатты қиындық болған жоқ. Болады. Жақсы. Болады. Әрине. Менің өтініш жазған кезім болған, жұмыстан кетемін деп. Құдай сақтасын. Жоқ, ол кезде негізгі былтырғы оқу жылын соңғы жыл деп
бұл мектепте емес басқа жақта жалғастырамын деп ойладым. Өйткені алғашқы жылы өзім мамандығым емес әлеуметтік педагог болып жұмыс жасадым. Ол жақта қиындық өте көп. Ол жақта жүктеме, сен жас мамансың, одан кейін қаншама ата-ана, қаншама оқушымен жұмыс, тек қана мектеп ішіндегі жүктемелер емес, білім бөлімімен де байланыстасың. Кейде мүмкін шынымен тәжірибем ол жұмысты атқаруға кейде жетпейді ма деп ойлайтын. Мүмкін шынымен де мектептің ішінде лаборант сияқты жұмыстар. Сондай жұмыс ұсынған кезімде болды ағайға. Мүмкін лаборант болады шығарым. Кез келген оқу орынбасардың қасында, тәрбие қасында отырайын, бірақ әлеуметтік педагог жаққа емес. Өйткені қанша дегенмен жас ерекшелік байқалады. Ата-ана да сен көмектесетін мамансың, бірақ кейде міндетті маман болып кетесің. Сіз көмектесіңіз емес, сен маған көмектесуге міндеттісің деген қиыншылықтар туады. Сондай кезде мен осы жұмысты атқара алмаймын, бұл менің қолымнан келмейді деген дүние болды. Бірақ ағайдың мотивациясы барлығын керемет жасап жатсын. Сен керексің деген бір сөз шынымен де мектептің бір бөлшегі екенімді сезіндірді. Содан кейін қалдым, бірақ жылдың басы тағы да әр жыл сайын өзгертулер келіп тұрады. Жұмысымыздың үстіне жұмыс қосылады. Өткен жылдағыдай емес, басқа жаққа не істеп, жылдың басында үлгермеген сәттерім болды. Одан кейін жаңағы жоспарланбаған жас маман болған соң қатысу керек. Іс-шаралар шықты. Одан кейін оған таңертең келіп, былай болды, мен өзім күнімді жоспарладым, бірақ мен сол жоспарлаған күнде емес, маған жоспарланған күнмен өмір сүретіндей уақыттар болды. Сол кезде ол маған кәдімгідей қатты әсер етті да. Бір күн бардым ағайға, кетем, екінші күн барам, кетем, үшінші күн кәдімгідей өтінішін жазып, мен кетем деп барған едім. Бірақ сол сәтте кетсең кете бер деген емес, бұл маман керек бізге деп менің еңбегімді, менің жасап жатқанымды бағалап директорымыз алып қалған еді. Сөйтіп жыласам да өзім таза қазақ тілі әдебиеті мұғалімі болып түсіп кеттім жолға. Сәл шыдадыңыз да? Ол кезде кетіп қалған болсаңыз, қазіргі өмір жолыңыз қандай болатынын кім біледі? Ағай, содан кейін мен былай ойлаймын, жұмыс жасалса, істесе адам, ол бағаланады кез келген жерде. Әрине. Біз қандай мінезді адам болсақ та, кейде оны мінезімізді іште тұншықтыру керекпіз. Өйткені біз мұғалімбіз, кейде жасау керек. Икемді болуымыз керек те кез келген нәрсеге. Бейімді, икемді болуымыз керек деп ойлаймын. Тамаша. Бұл жерде мынандай ойды айтқым келеді. Кейде мінезімді көп көрсетпегенімнің арқасында жақсы маман, жақсы ұстаз болдым деп ойлаймын. Мінезді көрсетпеген дегенде, жаман мінезді көрсетпеу туралы айтасыз ғой? Енді өзімдікіне беріліп, бірден ашуға салып кетпегендіктен, қазіргі таңда мектептің ішінде, әріптестерімізде сыйлы болуым да, оқушы мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасымның жақсы екені да, еңбегімнің бағаланып жатуы да сол бір жаңағы керек емес. Өзіңіз іштей жұмыс істедіңіз ғой сіз, өзгерту үшін деген сияқты. Бұл қуанышқа айту керек кеңес сияқты Жоқ, жалпы қайталап жүріңізші. Жоқ, негізі қатты айтсам, мен де істесем, мен де мінез көрсетсем, мен де алып қоям деген дүние менде де болған. Мен де ұрысып кете аламын. Әрине. Бірақ кейде Еншісінде жетті маған. Кейде бірақ осы жерде үндемесем, бір қиындықтың, бір мәселенің
шешімін тоқтатам деген андай бір мәселенің ұласып кетуіне шектеу қоя аламын деген дүниелермен қазіргі таңда осы қиындықтарды жеңіп жүрмін. Дұрыс. Сол мінездің де көмегі өте қажет. Содан кейін төзімділік керек, ұстаз болған соң. Сабырлық қой. Сабырлық пен төзімділік, шыдамдылық деген. Кез келген қиындықты жеңеді. Иә. Соны айтқыңыз келіп отыр, түсіндім. Тамаша, жақсы. Қиын күндер ол міндетті түрде болады өмірде. Сіз болмады деп отырсыз ғой? Болады дедім ғой мен. Болады ол, иә? Міндетті түрде келеді, өйткені өмір ол тек қана жаңағы неден қуаныштан тұрмайды ғой, дұрыс па? Әрине. Қайғы қуаныш қатар жүретін нәрсе, ақ пен қара қатар жүретін нәрсе. Бірақ сондай сәтте адамды өз орнына әкелетін, яғни сынып кетпей қайтадан жаңағы есін жидыратын бір нәрсе болады екен. Ол яғни үлкен мотивация емес дейді. Ол кішкентай бір тұрақты әдеттің әсерінен болатын нәрсе дейді. Мысалы, анау атомдық әдеттер деген кітапты оқыдыңыздар ма сіздер? Қазір танымал болып жүр ғой. Атомдық әдеттер деген кітап бар ғой. Атомные привычки дейді ғой. Атомдық әдеттер деген кітапта, мысалы, соны жазады. Сіздердегі жаңағы үлкен өзгеріс серпілістен болмайды дейді. Ол тек қана кішкентай күнделікті істейтін әдеттердің әсерінен болады дейді. Яғни өзгеріс бірден болмайды дейді. Күнде сіз бір нәрсені жасап жүрсіз, сол жиналып сізден істейді. Жаңа мінезіңіздің де көркем болуына әсер етуі мүмкін да, немесе жоя алмай жүрген бір жаман қасиетіңізді жоюға не болады екен, себепші болады екен. Ол енді біз кітап бойынша айтып жатырмыз да. Енді күн сайын, яғни бір адам мысалы сынып кетті. Бір жағдай болды дейікші, сынып кетті демейікші, сынғанға жеткен жоқпыз, бір нәрсе болды мысалы, бір жағдай болды, ауыр жағдай болды мысалы, сіз жұмыстан кетуге дейінгі күйіңіз мысалы, ол жерде мен түсініп отырмын сіздің жағдайыңызды да, өйткені ауыр болады, күйзеліс болады, осыған дейін істелген әрекеттер түкке жарамады ма сонда, далада қалды ма, қалай болды деген сияқты адам өзіне сұрақ қояды да, қиналады. Сол кезде мысалы адамды бір тынышталдыратын әдеттер болады екен. Мысалы ерте тұру деген сияқты, ерте ояну, немесе серуендеу, жүзу, мысалы суда жүзу, немесе тыныш отыру, жоспарлау өміріңде, немесе телефонды уақытша өшіре тұру деген сияқты әдеттер не істейді, көмектеседі екен де адамға өзінің жаңағы қалпына келу. Мысалы 10 минут тыныштықта отыру, немесе далада серуендеу, немесе біреумен сөйлесу деген сияқты әдеттер. Енді сол қиын күндерді өзіңізді қайта жинауға көмектесетін қандай әдет? Сіз енді болмады десеңіз де, бірақ кішігірім болады ғой ондай, бірақ сіз өзіңізді қалай өзіңізді қайта жинап ала қоясыз, кетіп қалмай сол нәрсеге. Мысалы біреудің айтқан бір сөзі, оқушының бір айта салған сөзі мысалы сізді сындырып жіберуі мүмкін да. Мысалы ондай ұстаздарды көрдіңіз ғой енді білім ортасында жұмыс істегеннен кейін. Иә? Сол кезде сізді қайта жинап алатын қандай әдет? Бүкіл Инстаграм, әлеуметтік желінің бәрін удалить етіп шығып кететін кейде адамдар болады, иә? Бірақ ол адамға сол береді, комфортты береді де, қайта жиналуына. Ешкіммен сөйлеспей кететін болады, үнсіздікке кетіп қалатындар болады, көңілсіз, иә? Бірақ ол мәселе жалғыз шешілмейтін сияқты, иә, менің ойымша. Сол адам жалғыз қалса, керісінше көп нәрсе ойлайды сияқты. Кейде андай қиындатып жібереді сияқты. Мен мысалы өзім жалғыздықтан қатты қорқамын. Жалғыз мүлдем қалмайтын. Мен үйде жалғыз қалып көрмегенмін ғой. Маған керісінше андай көпшілік ортада өмір сүргендіктен маған біреуге айту арқылы сол нәрсе жеңілдейтін сияқты. Бірақ кейде мәселені ушықтырып жібермеймін, сол жерде қалдырам. Мағына бермеймін дейсіз ғой, иә? Бір болмайтын нәрсеге мағына беріп жібереді кейбір адамдар ше. Тарихты туғыз. История создавать етіп дейді ғой орысша. Үлкен қылып бүйтіп бұлт қылады, ол бір болмайтын мәселеде, сосын ол не істеп жүрді, қидалып, иә? Уайымдап соған, өй дейміз. Бірақ біз оны түсінбейтін шығармыз, бірақ көп иә ондай адамдар кейде. Ондай тым не деп жүрді? Қатты стресске берілетін, өзіне жеке алып қалатын, сол нәрсені кәдімгідей енді жүректе сақтап қалып уайымдайтын адамдар көп негізі. Бірақ көп нәрсені сол күнгі мәселені сол күнге қалдырам. Келесі күні сол сәтте андай ғой, сол нәрсені мені әлі бағаламай жүр екен деген сөзбен жұбатамын. Мен қолымнан әлі көрсетемін деген сияқты ма? Андай, мен әлі көрсетемін деген андай не ғой? Амбиция. Иә, сондай ғой, андай ол керісінше
істеу сияқты. Ал мені әлі танымай жүр екен, менің андай дәлелдеймін дегенім, ол өз мүмкіншіліктерімді әлі де көрсетемін деген дүниеде. Мен кандай вообще жасамай қоям, осыны мен жасамасам ешкім істемей қояды деген нәрсе емес. Қараң қалады деген сияқты, менсіз. Сондай ғой, көп адам позициясы сондай ғой. Менде ондай емес. Жоқ, мен орнымды дәлелдеймін әлі. Мен сіз кері байланыс ретінде қолданып тұрсыз ғой, оны. Ана эффектіні кері байланыс ретінде қолданып тұрсыз. Ол әдемі де. Бұл кезде көрінбеді ма іс-әрекетім, бірақ келесіде бәрібір көрсететіндей дүние туғанда мен міндетті түрде көрсетемін. Андай жеңіске жету кезінде, жеңіске жететін кезде екінші немесе үшінші орын алып қаламыз ғой, бірінші орын емес. Сол кезде балаларыма айтамын, біз яғни нақты дәлелдей алған жоқпыз үздік екенімізді. Біз бәріне қарсылық туындамайтындай деңгейде дәлелдесек, онда ешкімнің қарсылығы тумайтын еді. Барлығын сол сияқты ол жерде жаңағы сынатын кезде, значит, менің өзімнен де кінә болып тұр. Значит, мен деңгейлікте, дәрежеде, сондай дәрежеде өзім жасай алмадым деген. Ал енді сіз қалай жеңесіз? Спортпен шұғылдануыңыз мүмкін да, өзіңіз далаға кетіп қалуыңыз, түсінгенімше нақты жұмыс бойынша алып отырып па біз қазір? Жоқ, өміріңіздегі кез келген қиындықты қалай жеңесіз? Жұмысқа араластырмаңыздар. Мен онда тағы айтамын. Тағы да айтамын. Тағы да айтасыз ба? Сіз айта беріңіз. Ал сосын айтасың, жақсы. Енді өмірде қиындық тек мысалы жақсы көрген адамыңыз. Сондай. Жоқ, рас, болады. Қарамай қойды. Просто Рас болғандай солай айтып отырмын да. Основание деген сияқты. Мен өзім андай жалғыз адаммын ше. То есть жалғыз адаммын? Жалғыз адам қалай білдіреді? Жалғыздықты жақсы көретін адамсыз? Бәлкім сондай, достарым жоқ емес, бар мысалы, ағайын туыс жоқ емес, бар, бірақ әр қатты жақындасып нетпеймін. Әр нәрсе орнымен. Эмоционалдық неде алыстасыз, андай тыныш жер маған қатты. Тәуелсізсіз ғой сіз, примерно. Ешкімге тәуелді болғыңыз келмейді ғой. Ол адамдардың позициясы сондай болады. Мен сондаймын, негізінен андай рас тұрып кеттіңіз. Мен ешкімге мұқтаж емес, мен өзім шешемін өз проблемамды. Дұрыс па? Сондай болған мен мысалы, ер адам сондай болған дұрыс сияқты. Көп нәрсені өзіңізге қарай аласыз, бірақ қиындық бәрібір келеді ғой. Қалай істейсіз? Келеді енді, келеді болады, мен не істеймін? Тіксемей? Кетеді шығар алда деді. Жоқ, ол мысалы көп айтады. Болады ол. Жасқа дейін болса болады. Болды, мен енді не істеймін? Спортпен дедіңіз ғой және. Өзіңізді алдайсыз, Алдаймын, мен алдаймын. Басқа жаққа көңіл қойып, көңіл бөлемін немесе жүріп қайтамын, сөйлеймін. Ондай қатты керемет дейтін нәрсе жоқ. Мысалы, бір ашуланып кетсем, мен барып бір жерге жүріп қайтуым керекпін. Мен көп қатты ашуламын, менде жұмыста да қатты болады. Мен далаға шығып кетемін, магазинге барамын, босануға керекпін. 10-15 минут өзі қалпына келіп, сонымен басылады. Демалған жақсы көремін мысалы. Бір ауыр күн болады, мен стараюсь жаңағыдай тырысам да барып ұйықтап қалуға. Ұйықтап болғаннан кейін барып бәрі тыныштықты жақсы көресіз ғой, рас, андай шу қатты маған ұнай қоймайды. Адамдардың ортасында көп жүру, көп қыдыру дейді ғой мысалы. Ондай жағдай жоқ емес, шүкір қыдыратын жағдай бар да. Менде рас, ондай бар. Бірақ ондайда қатты нете қоймаймын. Жақсы. Барып нетіп, өзімен өзім әйтеуір ешқана. Менде позиция, өмірлік позиция мынандай да, ешкімге пайдам тимесе де зиян тимесе болды. Керемет. Тамаша. Осында оқушыларға жеткізе білу керек негізі. Қазір керісінше де мысалы. Пайдам тимесе де зиян тимесе. Әдемі ұстаным. Әдемі кіреді. Ол досқа болсын, ол ата-анаға болсын, ол ағайын туысқа баруға болсын, барлығына осылай. Дұрыс, тамаша. Жақсы. Сіз бірдеңке сөз қосамын дедіңіз бе? Қосам, айтамын деп едіңіз. Жаңағы қиындық келген кезде адам не істеу керек деп ойлаймын. Өзі жақсы көретін нәрсемен шұғылданып кетсе, стресске түспейді деп ойлайтын. Артық жүрекке андай қиындық түспейтін еді деп ойлаймын. Ал біз болсақ жалғыздыққа қарай қашамыз да. Өз-өзімізді жейміз. Егер мен бір ақыл сұрасаңыздар, негізі оны андай өзің қалайтын дүниемен алмастырып жүрген дұрыс. Сонда ой бөлінеді, ана нәрсе жүрекке бармайды, жүректе қатты қиналмайды, ешқандай ауыр болмайды, өмір жеңіл болады.
сонда өмірді позитивті түрде қабылдауға жеңілірек болады деп ойлаймын. Тамаша. Ал қиындық болды. Сізде қандай әдет сонда? Мен мысалы Жақын адамыңызға қоңырау шаласыз. жоқ ол Менде осындай жағдай болды. жоқ ондай Сіздің неңізді тыңдау керек те ол адам, иә? Сондай бола ма? жоқ. Ол егер мектепте сабақ ортасында болса, сабақ ортасында басқа біреумен сөйлесіп кету немесе асханаға барып тамақ ішу. Жеңілдетеді иә оны. Басқа өмірде мотивация алатын, өмірді сүруге себеп болатын басқа да күшті керемет оқиғалар болып жатыр ғой. Әрине. Соларға қарай бұрылып кету керек. Өйткені бір адаммен ұрыстым деп келесі адамға энергия шашамыз да, ол адамның энергиясын да құртамыз. Дұрыс. Мысалы, ашуланған күйде ешқашан сабаққа кірмеу керек. Иә, ол эмоцияны басқа біреулерге берудің қажеті жоқ, өйткені олардың кінәсі жоқ қой ол жағдайға, иә, қатысы жоқ, ол байланысты жоқ. Ал енді жаңа дұрыс айтып отырсыздар, екеуіңіздің де сөздеріңізді тыңдап отырмын. Бұл жерде былай, өзін қайта жинай алатын адам ғана ұзақ жолға шыдай алады дейді. Бірақ кейде адамға ең үлкен күш беретін нәрсе бұл өзінің еңбегінің біреуге әсер еткені. Яғни пайдалы болдым деген сезім, бір адамға көмегім тиді, соның өміріне әсер еттім деген сезім адамға үлкен күш қуат береді екен. Енді осыны мысалы жаңағы тәмсіл дейміз ғой, бір қысқаша тәмсілді айтып өтейін. Мысалы тәмсіл дейміз бе, қалай десек болады, мына жерде бір шырақ дейді да, бір шырақты екінші бір шыраққа жақсақ дейді, алғашқысының жарығы кемімейді дейді. Яғни ол ортаны керісінше жарығырақ қылады дейді, жарық көбейе түседі дейді. Ұстаздық та дәл сондай да. Яғни бір баланың жүрегіне сенім жақсаң, өзің азаймайсың, қайта жарық көбейеді. Енді қазақта бұны мысалы жақсы сөз жарым ырыс деген бар. Кейде ұстаздың бір жылы сөзі, немесе жалпы ұстаз демей қойып өмірден айтсақ та болады, сіздің досыңызға берген бір қолдауыңыз, сіздің сеніміңіз, немесе ата-анаңыздың сізге айтқан бір сөзі, сіздің жаңағы өмірлік ұстанымыңызға, мотивацияңызға күш береді сізге. Оны біз жаңағы айтып өтуіміз керекпіз. Енді сауал мынандай болады. Менің еңбегім бір адамның өміріне әсер етті деген бір оқиға бар ма? Мысалы, мен осындай әрекет арқылы оның өміріне әсер ете алдым деген сияқты өз өмірлеріңізден қысқаша оқиғамен бөлісіп өтсеңіздер. Өзіңіз бастайсыз ба? Бастайын. Қатты әсер етіп, бір жол аштым деп айта алмаймын. Бірақ оқуға түсуіне бір қандай болсын септігін мен тигізе алдым. Ол бізде Қостанай қаласында ішкі істер министрі МВД академиясына түсуіне мүмкіндік болатын оқушылар алдыңғы жылы бірінші жылы келген кезде өмірсінің оқушыларына. Сұрайды, қай жақ жақсы, қарағанды жақсы оқыдыңыз ғой деп. Мен бір-екі рет сол жақта болған болатынмын, практикада өткен болатынмын. Бізде Қостанай жақ қалай жағы жақсы болады. Мен айттым, енді өзіңізге байланысты қай жағы ыңғайлы болады, сол жерге түсуіңізге енді қаласаңыз септігін тигізіп беремін деп. Документтер жайлы бойынша мен қалай жинау керек, қай нені қай бағытын алу керек, перечень қағаздарға көрсетіп бердіңіз. Айттымдағы бір-екі момент екі оқушыға жаңағыдай психотест тапсыруға көмектескен болатын. Тамаша. Мектепте жұмыста болды, келеді, ағайым тапсырып жатырмын, бізге өту керек деп. Сол кезде тапсырып берген болатын. Болды, енді осындай нем ғана бар, көте септігін тигізім деген. Әрине. Бірақ ол бала шығып кеткен жоқ, әлі оқып отыр. Оқып жатыр, жақсы, жаман емес. Әдемі, иә. Ондай керемет бір келіп көмектесе алды, немесе басқа мектептен мұғалім жұмыстан бөлеп біреуге нете алдым деп, мұндай енді айта алмаймын. Мұндай жоқ енді. Жай ғана сіз айтқандай кішігірім шақ-шақты бір. Жоқ, керемет қой сіз. Біреуге қолдау ғой, кішігірім болсын. Әдемі. Ағатай бәлкім кім білер, үлкен бір жетістікке жетіп қалар. Әрине, ол сіздің де жетістігіңіз болып есептеледі, олардың жеткен жетістігі. Осындай бір кішігірім көмектескен кезім болған. Тамаша. Ол жақсылық және еселенген түрде өзіңізге қайтатынын ұмытпаңыз. Міндетті түрде ол. Жақсы, тамаша, рахмет. Еңбегіміз әсер етті деген сауалға шынымен де біреудің өмірін түбегейлі өзгертіп тастайтындай еңбек етіп,
еңбек еткен жоқпыз. Ондай жоқ әрине менде де, бірақ жаңағы мотивация, қолдау оқушыға деген, оның белгілі бір қырын, белгілі бір мүмкіндігін ашуға серпіліс әкеледі. Әрбір ұстаз балаға дұрыс бағдар берсе, баланы дұрыс мотивация беріп, жігерлендіре алса, ол баланың мүмкіншілігі арта береді деп ойлаймын. Сол үшін ұстаздың басты қабілеттерінің бірі баланың қабілетін дұрыс тану деп ойлаймын. Сол арқылы біз оқушыға керемет мүмкіндіктер сыйлай алатын аламыз. Шабыт бере аласыз. Шабыт бере аламыз. Мысалы, көп оқушылар әдебиет саласына қатты қызықпайды. Кітап оқу қолымнан келмейді. Жалықтыратын іс деп есептейді. Бірақ ол дүниеге жеткізу, оны қызықтыра алу, ол мұғалімнің арқасы деп ойлаймын. Мысалы, кез келген бір тапсырмамыз қарапайым деп қараған, ол баланың бір қабілетін ашуы мүмкін. Мысалы, ТЖБ-да құрастырған бір тақырыбым арқылы, бір тапсырмам арқылы өлең шығару. Мен мүлдем өлең шығара алмаймын деген оқушының салмалық қабілеті бар екенін аштым. Және де ол баланы, бір қызығы, ол баланы келесі жарысқа жазған кезде ол бала сол қабілетінің мен арқылы ашылғанын қатты сезінген секілді, өлеңнің соңын менің атыммен аяқтаған. Жаңағы ТЖБ-да да соңғы жол менің атыммен аяқталып тұр. Дәл анау мектепшілік жарыста соңғы өлеңнің соңында өзімнің атымды кездестірген кезде мен шынымен де өлең жазуды бұл балаға сіңіре алдым ба? Сонда өлең жазу деген қабілетті мен арқылы ашқанын сезінді ма деп ішімде қуаныш пайда болды. Одан кейін кейде дарынды балалар көп арамызда, оларды байқамай жатамыз. Мысалы, әдебиетке бұрын қатыспаған балаға сен осыны жасап көрейік, осыған дайындалып көрейік деген, сен қолынан келеді деген сөздер арқылы дайындық, жүйелі дайындықтың арқасында оқушым қалалық олимпиаданың 2-ші орын алды. Керемет. Үлкен жетістік. Одан кейін біз онымен тоқтап қалған жоқпыз. Ол қызбен келесі сайыстарға қатысқан кезде де ол қыздың басқа да бағыттан тек қана теорияны жаттап, тек қана қазақ тілі салаларын ғана меңгеріп қана қоймай, оның өлең оқуға деген қабілетінің бар екенін, эссе жазуға деген қабілетінің бар екенін сол бағытты дамыту үшін бізде қазақ тілі әдебиетте көп қой оқулар. Әртүрлі бағытта қатыстырдық. Бала әртүрлі жағынан шыңдалды және өзін жетістігі, өзінің қабілеті әр салада бар екенін сезінді. Одан кейін жарыс жоқ па деген сұрақ балада туындайды. Уже уақыт өткеннен кейін сайыс азайған сайын бала бос жүріп қалғанға үйренбеген ғой. Анаған қатысамыз, анаған дайындаламыз. Одан кейін бала ұстаз бітті ма жарыстар деген сауал туды. Баланың іші пыса бастағанын көрінді. Ол бала өмірінің бір бөлшегі, әдебиетке жақындығы, соны сезіне алды. Және де ол бала да жетістікке жеткісі келеді. Және сол жолда әдебиеттің ықпалы бар екенін сезіне алады. Сондықтан әдебиетке келіп тұрады. Мысалы, егер ол баланың қабілетін аша алмасам, ол күнделікті пән ретінде ғана қабылдай салатын еді. Күнделікті оқитын пән, оқитын баға, кейде оқымай қоюға да болады, деп қана қабылдауы мүмкін еді. Бірақ оның махаббаты әдебиетке деген, тағы да жасағысы келетіні, оған қызық болғаны, сол дүниені ашқаным, сол еңбегімнің сәл де болса бар екенін, ақталғаны бар көрсетеді деп ойлаймын. Керемет. Ондай нелер көп негізі. Қазіргі таңда бастапқыдан қарағанда бірінші жылымда қатты не болған жоқ, жетістіктерім
бірақ қазіргі таңда менімен бірге мен жарыстарыма қатысатын, маған да жетістік әкеліп өздері де жетістікке жететін оқушылар саны көбейгенін сезінемін. Одан кейін келесі жылға да мақсат қоюға, осы жылы осыны істедік па, келесі жылы бұдан да қатты дайындауымыз керек. Балада да ойында тұр, келесі жылы мүмкіншілігім бұдан да көбірек болады. Балаға соны сенсіздендіре алу да үлкен еңбек деп ойлаймын. Жақсы. Қазірде өзімнің қасымда сондай шәкірттерім бар екенінде қуанады. Яғни мектепте жай жүрмегенім. Дұрыс, ұстаздың да негізгі миссиясы да сол ғой, өзінің пәніне қызықтыра алу. Сізде мысалы оқушының бойындағы жаңағы ақындық, немесе шығармашылыққа жақын жазушылық, сондай суырып салма талантын аша білуіңіз, ол керемет. Яғни сіз дұрыс жолдасыз деген көрсеткіш. Сізде де мысалы өзіңізге қатысты әскери бағыттағы мамандыққа бағыттап жіберуіңіз, ол сіздің ұстаз ретіндегі негізгі жаңағы миссияңыздың дұрыс орындалып жатқанын көрсетеді. Ол мен қуанып отыр, керемет. Айтқан мысалы әсер еткен жағдайларыңыз, айтып отырған кейстарыңыз, мысалы шынайы өмірден келтіріп отырған тамаша. Мысалы мен өз басымда мысалы физика пәнінің мұғалімі ретінде қанша балаға осы бағытқа барыңыздар, өйткені ғылым технологиялардың заманы деп айтқанмен де, бірақ сондай сіздер айтқан сияқты мысалды мен айта алмайды едім негізі шыны керек. Сіздер оны менсінбей отырсыздар ғой, мысалы өздеріңіздегі еңбекті. Мен мысалы өйтіп бір бағыттаған жағдайда есіме түсіре алмай отырмын да. Бірақ қызықтырамын негізі жалпы, өйткені пәнім болғаннан кейін. Бірақ сіздердің айтқандарыңыз енді керемет. Жақсы, рахмет. Ал енді ары қарай жылжайық. Бұл жерде былай болады. Кейде адамды бір сөз көтереді, немесе бір сөз түсіреді дейміз, бұл жерде яғни қарым-қатынастың адамға ықпалын қарастырып көрейік. Енді сіздер жастар болғаннан кейін мен көбінесе жастардан сұрап жүрем, мына ұжымда қалай болып жатыр? Атмосферасы қалай? Ұжымда қандай қиындықтар бар деп сұраған кезде көбінесе осы коммуникацияның, яғни қарым-қатынастың жетіспеушілігі немесе дұрыс еместігі туралы сөз айтылып қалады. Бұл шындық. Мен өйткені қарап жүрем. Психологияда тағы да әлеуметтік психологияда ұғым бар, острацизм дейді. Ол яғни қазақша айтатын болсақ, әлеуметтік шеттету, елемеу. Яғни адамды байқамау. Яғни сіз мысалы ортада жүрсіз, өз ортаңызда жүрсіз, қаншама еңбек жасап жатсыз, қызмет етіп жатсыз, дұрыс бағытта жүрсіз, бірақ оны ешкім елемейді. Игнор жасау, мысалы былай айтқанда. Бұл адамды не істейді екен? Жаңағы шаршатып жібереді екен. Қажықтырады. Яғни қарым-қатынас дұрыс емес те. Ол енді қазақ болғаннан кейін бізде ол жиі кездесетін дүние. Мысалы кейбір көре алмауы мүмкін, кейбіреудің жетістігін. Ол негізі біз мақтамаймыз, ол жаман мінез деп айтуымыз керек, дұрыс па? Бірақ ересек адамдардың арасында да осындай дүние байқалып жатады кейде, қарап отырсақ енді өмір болғаннан кейін көреміз ғой. Мысалы, кейде адамдарды жұмыстың көптігі емес, осындай еленбеу шаршатады дейді. Бірақ ұстаз үшін бұл екі жақты мәселені көрсетіп отыр. Яғни біз ұстаз ретінде әкімшілік тарапынан немесе өзіміздің қалай десем болады, әріптестердің тарапынан қолдауды күтеді екенбіз де біз. Қолдауды күтеміз. Және екінші жағы бізде дәл сондай қолдауды шәкіртте өзіміздің алдымызда отырған оқушыларға бере алуымыз керекпіз. Осы балансты дұрыс ұстай алуымыз керек екенбіз. Енді сұрақ мынандай болады. Сіз үшін қайсысы ауыр? Яғни сіздің жаңағы еңбек жолыңыздағы жұмыстың көпшілігі ме, және немесе осы қарым-қатынастағы салқындық па? Сіз үшін қайсысы ауыр? Енді қысқа да жауап берсеңіз өздеріңіздің. Жаңағы айтып кеттік қой, әріптестер арасында көп естіледі дегендей. Бір мектепте бір жолда жүргендіктен кейде мынандай шаруалардан мынандай сөздер естиміз. Біз де жас болғанбыз, жастар жасасын. Ол бізді сындыратын сөз. Ал керісінше сөз бар. Жастарда идея көп қой. Жастар істеген іс, креативке жақын. Жастар істеген іс керемет шығады. Бұл бізді керісінше жігерлендіреді. Кейде осындай қарапайым сөздердің арасында істерде осындай неге келіп қаламыз. Бірақ біздің жасағымыз келетін нәрсе жаңағы жастардың мүмкіншілігін, жастар жасаған нәрсе керемет болады деп бізді шабыттандырған іс керемет шығатын еді.
барлығы енді жастар жасау керек деген міндетті емес қой. Иә. Біз де жас болғанбыз, жасасын, неге шаршайды деген сөз. Қажытып жібереді. қажытырады, иә, сөздің шыны керек. Иә. Ол енді анандай да, негативті неде айтылған. Негативті қалай десем болады. Негативті атмосферада айтылған сөз сияқты да, оны позитивті бағытта жаңа сияқты өзгертіп жіберу керек қой. Жастарда мысалы креативтілік көп. Мен де оқушыларымды солай шабыттандырамын ғой. Жастарда креативтілік көп. Жастарда не іш қылса да көп, сіздер жан-жақтысыздар, иә? Иә. Біз мысалы солай подход жасау керек сияқты да, менің ойымша. Иә, ол деген кәдімгідей ағай мотивация береді. Келесі жұмыс жасаған кезде де жастар креативті ғой, жастар деген адаммен энергия көп жастарда, иә. Ол кісімен де келесі жұмыс тапсырғанда ол кісі сізге сенетінін, сізге деген сенімі бар екенін, ол кісімен ары қарай жұмыс жасауда да жеңіл болатынын сезінетін сияқтымыз. Сезінеміз, негізі сияқтымыз емес, нақты сезінеміз. Қатты алады қосатын жоқ, толыққанды жаңағыдай Жансаймен келісем. Иә. Сіз үшін мысалы қайсысы ауыр болады, жұмыстың көптігі ме сізге жүктеледі, әлде сол жұмыс істедіңіз жарайды. Бәрібір істейсіздер ғой сіздер, күшпен болсын. Бірақ сол кері байланыстар, әріптестердің тарапынан, әкімшілік тарапынан беретін кері байланыс. Ой, жарайсың, қуанышты. Айту жетпей қалып жатқан сияқты ма? Айтып қалыңыздар, қазір айтып қалыңыздар. Бұл жерді көреді ғой барлығы. Жұмыстың көптілігі мен ойымша ойлаймын, болды енді кішкене болса энергияны алады, иә? Алады, иә, жоқ шығамыз, алады, бірақ ол болу керек нәрсе. Одан алатын нәрсе эмоционалдау қажет, иә. Ойлаймын, қажет. Оның орны бөлек, иә? Иә, әрине. Мысалы, кері байланыс таппай, ешкім оны мысалы елемей жатса, ол жарайды, жұмыс істеніп, ешкім рахмет. Иә. Дым айтпайса, енді ойланатын жағдайда неменеге емес деп. Иә, әрине. Отдача жоқ кезде. Отдача жоқ. Талпыныс болады қай бағытта, енді біз жас болғаннан кейін бізді неше түрлі қылып құрастыруға болады ғой. Екеуі керек деп ойлаймын. Мен өзім эгоистпін жаңа басында болғанда айта кеттім ғой, мен қолдауды, марапатты өте жақсы көремін. Мысалы, жетістіктерді сондай бір. Ол ер адам табиғатында бар нәрсе. Сондай ойлаймын енді. Бұлай енді кемшілік емес. Қатты қиын не нәрсе енді. Мысалы, ағай, жаңағы істелу керек нәрсені біз түбінде бәрібір істейміз да. Бірақ келесі жолы соған андай өз еркінсіз келгеннен гөрі жаңағындай мотивациялық сөзбен жұлқынып жақсы қолдау болатындығын түсінсеңіздер, сіздер онда қопарасыздар, дұрыс па? Жұлқынып тұрып істелген дүние. Мына жерде мақтаулар болады, мына жерде біздегі деген не болады, біздің еңбегіміз бағаланады осы жерде күшті жоғары деңгейде, иә? Еленеді бұл нәрсе деген кезде сіздерге ол қатты не береді ғой, екінші жолы жақсырақ істеуге, иә? Бәлкім соған барар кезде айтпай-ақ бәлкім істей жүрерміз. Керемет. Осының бәрін ескеру керек негізі. Бұл психологияда бәрі зерттеліп қойған нәрсе ғой. Біз қазір көбін біле бермейміз де. Енді осыны айтып жатырық қой, және оны өзіміздің бойымызда да көрсете алуымыз керек. Біздің алдымызда 25 бала, олардың еңбегі де бағалану керек, оларға да мотивация беру керек деп ойлаймын. Ата-аналарыма да айтам, мен балаларды шабыттандырғандай, үйде де олар сондай шабыт ала алса, қазіргі балалар мақтағанды жақсы көреді ғой. Онда олар оқитын еді, қазіргідей жүре бермейтін еді кейбір балалар сияқты. Сол сияқты біз тек қана өзіміз шабыттанатын сөзді ғана емес, сондай сөзді оқушыларымызға да айтып, оларға да сенім білдіре білуіміз керек. Керемет. Дәл осы жайында қазір мен сіздерге сөз қозғайтын болам. Яғни, ұстаздық тек қана сабақ беру емес, адамның адамға қарым-қатынасы маңызды болатын нәрсе де бұл жерде. Яғни, зерттеулер бар тағы да. Кәдімгі менің таныстарымның зерттеп жатқан тақырыбы бар еді, осыны айтайын мен. Мұғалімдер зерттеп жатқан дүние бар. Оны ағылшындар бұрын зерттеген growth mindset деген ұғым бар да. Яғни өсу ойлау жүйесі деген. Осыны қазақшаға аударып зерттеп жатқан мен ұстаздарды білем. Олар Мағжан Жұмабаевтың білесіз бе сөзі бар ғой, баланың өзін мақтама, ісін мақта деп айтып кеткен жері бар. Соны ағылшындар енді бертін зерттеп жатыр, бірақ Мағжан Жұмабаев оны бір ғасыр бұрын айтып кеткен де, шамамен деп жатырмын да. Енді оның мәнісі неде? Баланы, ой, сен мықтысың,
жаңа мақтау туралы айтып жатырмыз ғой біз. Сен мықтысың, сен жақсысың деп мақтай беру емес. Сенің мына жердегі еңбегің, иә, мына жерде сен таза жазыпсың ғой. Сен мына сөйлемде бірде-бір қателік жібермепсің ғой. Сен мына жердегі мына көршіңе көмектесуінің өзі қандай керемет еді деп мақтау оны өсіріп отырады екен. Түсінесіздер ғой, иә? Бұл яғни жаңағы енді ұстаздар болғаннан кейін біреу білмес, біреу біледі деген сияқты. Пайдалы болсын деген ниетпен айтып жатырмыз да. Қандай керемет, өзімізде мысалы қазақ педагогикасының жаңағы бар дүниеде бұл. Біз соны деңгейінде қолданып жатқан жоқпыз. Оны бізге де солай қолданыппыз. Құр, ой, сен ақылдысың, сен жақсысың, сен деп қолдай беру, ол дұрыс емес нәрсе. Ол баланы келесінше менмендікке әкеліп тастайды. Әрине. Осы жерде біз оның еңбегін атқарған жұмысын баса көтеріп айтуымыз керек те. Осы дұрыс болды. Мына жерде сен көмектескенің дұрыс болды. Ұстазға көмектескенің дұрыс болды деген сияқты. Немесе ана қоқысты алып тастағаның дұрыс болды сенің. Сен тазалықты жақсы көреді екенсің ғой. Ол да жақсы деген сияқты айту керек те. Түсінесіз ғой, негізгі педагогтың негізгі рөлі осы жерде. Енді бұл яғни жас ұстаз үшін өте маңызды. Өйткені алғашқы жылдары бала тәрбиесіне қатысты немесе білім беруде өте көп қателіктер кетеді. Бұл бірақ минус деп есептемеу керек бұны. Бұл яғни өсудің белгілі бір кезеңі. Жаңа да біз басып айтып өттік қой. Қателік бұл үкім емес, бұл дамудың нүктесі деген көзқарастан қарау керек те. Позитивті жағынан ойлануымыз керек. Енді сауал, сіз өзіңізді қай жерде өсіп келе жатырмын деп сезінесіз? Қай жерде өсіп келе жатырмын? Яғни соңғы бір жылда сіз кәсіби немесе адам ретінде өзгерткен не болды? Өзгеріс бар ма, жоқ па өзі? Қандай өзгеріс болды? Сол жайында айтсақ. Әрине, ұстаздық мамандығы ол тек қана оқушыны, жаңағы айтып кеттім ғой, тек қана тұлға тәрбиелеу емес, сол тұлғамен қатар өзің де тұлға болып тәрбиеленесің. Жаңағы бір балаға бір білім беру үшін сен өзің қаншама білімді ақтаруың керек. Қазіргі таңда тек қана қазақ тілі қылдырып оқу емес, пәнаралық байланыс керек. Ол арқылы сен де басқа пәндерді зерттеп дамып отырасың. Бізде сұрақ қандай болды? Ұмытып қалдым. Дамуыңыз сіздің. Бір жылда сіз адам ретінде вообще өсу тенденцияларыңыз қандай? Даму үстіндесіз бе? Оны қандай өлшеммен өлшеп отырсыз? Мысалы, былтырғы жылмен қазіргі жылдағы нені даму деңгейіңізді қалай өлшеп отырсыз мысалы? Мысалы, былтырғы жылғы іс-әрекетімді тек қана жасаған отчеттарыммен ғана бағалайтын едім. Өйткені оқушыларымда ешқандай жетістік болмады. Өтірік айтпай қойын. Алғашқы жылдан бастап қопардым, өз еңбегімді, өзімді көрсеттім деп айтпай қойын. Барлау кезеңі дейсіз ғой ол, иә? Ол кезде өзіме қандай жұмыс жасау міндет болды, жаңағы планда қандай. Солармен ғана шектеліп, сабақты қалай жақсы өту керек болды. Солай оқушыны зерттеп, жалпы мұғалімдік жолын енді ғана түсініп, енді ғана сол неге есіктен кірген кезде, кіреберісте ғана болдым. Одан кейін нақты мақсатқа, жетістікке қарай дамудың сатысын бастым. Осы кезде дамуымның жолы жаңағы әрбір жарыстан келген балалардың жетістігі. Одан кейін сонымен қатар балалармен қатар өзімізде бірге өстік, бірге дамыдық дейсіз ғой? Иә, өзімде басқа да жарыстарға қатысып, өзімді дәлелдей алуым. Мысалы, сен білік береді ол нәрсеге өзіңізге деген. Иә, жас мамандардың ішінде де неге жаңашыл ұстаз екенімді дәлелдей алмаймын деген сұрақ қойып, сол жаңа мектепке жаңашыл ұстаз екенімді дәлелдеу мақсатында да сол жарысқа қатысып көрдім. Сол кезде де алдыңғы өткен ашық сабақтарымнан бөлек басқа не көрсете алам. Яғни өткеніме қарай отырып, бүгінгімді одан да керемет жоспарлауды үйрендім. Даму дегеніміз өткенде қандай болды, бүгінде дәл сондай болу емес. Өткендегіден бір саты болсын, бір қадам болсын алдыда болу. Сол сияқты өткен ашық сабағымда не көрсетпедім, одан да керемет не көрсете алам, соны іздеу. Яғни дамудың негізгі несі
жолы ізденімпаздылық, жаңағы әрқашан ізденісте болу, өзіңді үнемі дамыту, иә. Оның нәтижесі жаңағы өзіңнің жетістігіңнен, оқушыңның жетістігіңнен, мектептегі мұғалімдердің саған қараған көз қарастарынан да кейде білініп жатады. Сен өзіңді дәлелдей алсаң, өзіңнің даму жолында екеніңді түсіндірсең, оны басқа адамдар да айналаңда сезіне бастайды. Иә, әрине. Мысалы, бірінші жылы барлығы қазақ тілі мұғалімі емес, әлеуметтік педагог ретінде ғана таныды. Сол секілді қазіргі таңда басқаша таниды да. Дамуымның жолы әрқашан өткенмен байланысты болу керек деп ойлаймын. Былтырғы жылмен даму кезінде өткен өте маңызды. Мысалы, былтырғы берген сыныптарыма қазір сабақ бермеймін, бірақ ол кезде менде де мықты оқушылар болды. Менде қабілеттерін. Мен ол балаларды тастап кеткен жоқпын. Бір мектепте болғандықтан, биылғы алғашқы жетістігім сол өткен балаларымның арқасында болды. Алғаш пәндік олимпиадаға келетін болдым. Ол кезде басқа сынып бірден басталады. Қандай балам қазақ тіліне қызығатынын, енді баланы жаңа сыныпты зерттеу кезінде барлығын аша алмасам да алдым 1-2 бала, бірақ өткенде де менде жетістікке жететіндей балалар болды ғой деген ой, сол балалардың жетістігін әкеліп, сол балаларды алып келдім да, қатыстырдым. Ол балалар да сол бабында керемет жетістікке жетуге әлі де ол балалардың да шансы жоғары екенін сезіндім. Иә, бірінші жылыңыздың өзі бос кетпегенін көрсетеді. Барлау жасалды және оның нәтижесі екінші жылда көрінді, дұрыс па? Тамаша, сіз даму үстіндесіз. Керемет. Өзіңіз, Қуаныш мырза, не айтасыз? Өткен жылғы мен қазіргі жылды салыстырғанда даму, прогресс жоғары. Қалай өлшенеді? Өте жоғары. Тәжірибе өте керемет. Сабағымнан бөлек мен өзімді бастайын, бірінші өзім қалай мен етіп жатырмын. Мен кішігірім де болсын, бірақ мінезімді дұрыстап келе жатырмын. Мен өте ашушаң қатты адаммын. Тез қызбаушылық қалымнан қатты сөйлеймін кейбір кезде, енді әркімге әрқалай кім олай түсінеді. Осыны мен контрольға алып келе жатырмын ақырындап. Тамаша. Келе жатырмын, бірақ оның өзі де болып қалады. Бірақ мен түсінем, білем, ол дұрыс емес екенді. Бұл тұрғыда, бұл салада ондай нәрсе ол ерсіз деп екенін түсінем. Өйткені сіз үлгісіз ғой, ұстаз деген. Енді ода жаман мінез болмау керек. Соның өзі де мен тырысып келе жатырмын. Ақырындап өзімнің эгом дейді ғой, керемет. Мен дейтінді ақырындап басып келе жатырмын. Тамаша. Менен де керемет адамдар бар, бірақ көрдім, көзім жетті, естідім, көрем. Салыстырмалы түрде мен салыстырамын өзімді. Одан кейін мінезім жағынан біріншіден болса кішкентай болсын, мен реттеп келе жатырмын. Басқалармен де қарым-қатынас және оқушылармен де арасындағы. Және одан кейін мен дұрыстап сөйлеуді үйрене бастадым. Ұстазға ол керекті нәрсе ғой. Сауатты жазуды үйрене бастадым. Келе жатырмын сауатты жазуды. Көркем жазуды үйреніп келе жатырмын. Қазір ол прогресс үстінде қолданып келе жатырмын. Бар менде ол. Және одан бөлек сабақ беру процесінде тиімді ақпараттарды беріп жатырмын. Тиімді ақпараттар. Тамаша. Алдыңғы жылы мен қызықтырақ өтуге ұмтылып жатсыз сабақтарды? Жалпылама түрде тақырыпқа сәйкес бәрін беретінмін. 1-45 минут ішінде бәрін кіргізуге тырысатынмын. Бірақ ол дұрыс емес екенін кейінірек түсіндім. Жоспарлап, жобалап, аз мөлшерде деген сияқты. Ол болмайды екен. Сондықтан да бәрін сараптап, енді толыққаны болмаса да, бірақ алдыңғы жылмен салыстырдық қой, енді біз алдыңғы жылмен қалай салыстырсам, сәл бір кішкентай де болсын тиімді ақпарат беріп жатырмын сабақ процесі бойынша. Керемет. Өзімді жаңағыдай жалпы тұрғыда соған келе жатырмын. Дұрыс, кейбір көп нәрсе дұрыс емес, менің ашуландықтығым енді болып қалады, мен енді олдыртпаймын мен. Бірақ енді өзін ойлаймын, онсыз да бірақ жұмыс жүрмей қалуды мүмкін шығар, бәлкім, білмеймін. Кішкене қаталдық керек дейсіз бе? Тәрбиелеу барысында сондай ма?
Иә. иә оқушы мен тәрбиеде ол да бір әдістің түрі ғой. Жақсы, тамаша. Сол енді қатты одан бөлек даму үстінде қазір әзірше сол менде. Керемет, ғажап, жақсы. Өте көп жақсы ойлар айтылды, ой бөлістік, керемет, тамаша. Енді әңгімемізді қысқа, бірақ жүрекке жақын блиц сұрақтармен қорытындыласақ. Блиц сұрақтар, яғни сіздерге қойылады. Тез ғана, қысқа ғана жауап беріп өтсеңіз. 3 сұрақ ғана қойылады сіздерге. Кімден бастасам болады? Сізден бастайын, иә? Сізден бастайын. Ал енді бірінші сұрақ сізге қойылатын. Сізді осы жолда ұстап тұрған бір сөз немесе бір құндылықты атаңыз. Мен осы жолда ұстап тұрған Арман Мақсат шәкірт деп айтады. Тамаша, жарайсыз. Келесі сұрақ. Ертеңнен бастап 7 күн, яғни бір апта қатарынан істейтін бір нақты әрекет айтыңыз. Яғни өзіңді дамытуға негізделген. Мен өзім челлендж бастап жатырмын, соны Инстаграмда Тамаша. Инстаграм парақшасын жазып кетеміз қазір, иә? Тіркелуді ұмытпаңыз. Бір апта бойы қайталау керек. Иә. Өзіңіз, мысалы, мінезді өзгерту үшін, мысалы, қандай? Немесе ойды жүйелеу үшін деген сияқты. Мысалы, күнде 10 минут тыныш отыру деген сияқты, немесе ерте тұру деген сияқты ше. Бір әдет. Адам жақсы бағытқа. Ондай әдеттерім көп. Қазіргі таңда күн ұзарып бара жатыр ғой. Сол ұзарған уақытты көбірек іске, пайдалы іске жұмсау. Күнді жоспарлау дұрыс, иә? Иә. Жақсы. Ол қандай нәтиже береді? Ол қандай нәтиже береді? Ағай, ол көп нәтиже береді. Қысқа. Жоқ, мен керек болып тұр маған. Осыны айтып отырмын. Қазір айтамын. Ол қандай нәтиже? Оның нәтижесі көп қой. Әр пайдалы істің өзінің беретін нәтижесі көп. Сізді тиімділігіңізді арттырады дей салсаңыз болады ғой, бір сөзбен. Тамаша. Келесі 3-ші сұрақ. Жас ұстазға бір сөйлеммен айтыңыз. Бір сөйлеммен кеңес айтасыз. Егер шаршасаңыз, сөйлем жалғастырамыз. Жас ұстаз шаршаса, не істеу керек? Жансая ұстаздан кеңес. Егер шаршасаңыз, жатып ұйықтап алыңыз деп сіздің жауабыңызды ұрлап қойдым ғой деймін, иә? Жас ұстаз, егер шаршасаңыз, онда сіздің мүмкіншілігіңіз көп екенін есіңізге алыңыз. Бұл іс-әрекет сізді шаршататын емес, сізді дамытатын қиыншылық. Ешқашан шаршамаңыз. Тамаша, жарайсыз. Рахмет. Ал енді келесі сізге. Келесі сізге енді мүлдем басқа сұрақтар қойылады. Осы сұраққа дайындалып отырсыз ба? Жоқ, сізге басқа сұрақ қойылады. Деп айтпай қояйын осы сұрақ. Сізді осы жолда ұстап тұрған бір сөз немесе бір құндылық қандай? Болашақтағы болатын арман. Болашаққа бейімдеу өзіме. Жақсы, тамаша. Екінші сұрақ. Ертеңнен бастап 7 күн, яғни бір апта қатарынан істейтін бір нақты әрекетті айтыңыз. Күнделікті істеп жүрген іс әрекетін бе? Жоқ қой, иә, күнделікті өзіңіз істеп жүрсеңіз де, бір пайдалы болатын әрекетті айтсаңыз. Таң берекесі деп аталады. Челлендж мен айтып кетті ғой. Не істейді ол? Мен білмеймін. Мен орында келе жатқанда 100. Иә. Не істейді ол? 100 емес. 3 күн болды емен. Неше тұру керек? Ерте тұру керек пе сонда? Иә, 7-ге дейін тұру керек. 7-ге дейін тұрамын. Мен 5 тұрамын. Мен жаңағы немді іс-әрекетін таптым. Андай айттыңыз ғой, өзінің процессім ол мен. Таң белгісі аталып, мен оны бұзбауға тырыссам, бұзсам қайттан бастаймын. Ерте тұр, ол сізге не береді? Мен түреніп тұрсам таңертең су ішемін. Көп мөлшерде алдыға күнге мен дайындаймын. Менде 5-10 минуттық далаға шығып скамейкада отырамын. Процедуралар бар да. Күнге дайындық, өзіңізді осы күнге дайындау ғой сонда, иә? Солай. Әдемі күш қуатпен кері ол нәтижелі еңбек болады ол жерде. Организмға да керемет. Керемет екен. Менде қосылу керек екен, оған. Бейімделем. Бүгінгі күнім осылай өтеді. Мен жұмысқа барып, осы әрекет істеймін. Ойша бір 5 минутта мен жұмыстың уақытын бейнептесем. Бүгін осыны істеймін, жарысқа менен бүйтем істеймін. Мысалға.
күнді жоспарлауға мүмкіндік өткенде ғана бұзылып кетіп еді ол негізінде осы жарайды, ештеңе етпейді ол, иә. бірақ қайтадан бұзылып қалса мен қайтадан басып Үшінші сұрағымыз. Бұлардың да несі пайдасы өте көп негізі. Организмға да. түсінтім. мен дұрыс түсіндім ғой алда дұрыс, күндегі болатын сияқты. осыны жасаңыз, таңертең ерте тұрыңыз, болды. Бұл сізге Мыналар жаңағы мұғалім емес, пайдалы. мыналар өзінің жеке. Коучтар ма, не бәле деп қойдыңыз, не біреулер. Мыналар что-то деп, иә. Кім ол не өтірік емес, ол рас. Оның авторы менмін деп айтып отырсың, мына жерде. мен айтып отырған өтірік емес, ол рас. Дұрыс, түсініп отырмын, түсініп отырмын. Бұрын инстаграмға саламын, мен кейбіреулер көреді. Дұрыс, салу керек. Бізде шәкірттер көру керек. Үлгі ретінде, иә, жеке өмірі қалай коллегалар өтіп көру жатқанын, керек. иә. Әрине. Инстаграмға Мен салу Дәурен керек. ұстазды көремін, приседание жасап жатады. Бір нәрсе де барыс бірдеңке деген, иә, білесіз бе? Барс челлендж. Иә. Күніне бір не жасайды, приседание жасайды, күнде 60 приседание, 60 отжимание. Айтып, күнде салып отырады, ол сондай, иә? Бар, иә. Қызық екен сол, қараймын. Жақсы ғой, адамды формада ұстауға, дисциплинаға тәрбиелейді, ол мысалы тәртіпті болуға, Бір иә? әрекетті үзбей ұстай алсаңыз, келесі әрекетті де қалыптастыру Иә. оңайырақ болады. 21 күнде бір нәрсені қайталай берсеңіз, ол әдетке айналады дейді, иә? Иә. Одан кейін келесі әрекетті Оңайырақ кіруде болады, оңайырақ болады. Тамаша. Үшінші сұрағымыз, жас ұстазға бір сөйлем айтыңыз. Егер шаршасаңыз, Ұйықтады, сен бәріміз айтуымыз керек еді. егер шаршасаңыз, бір мотивация беретін сөз. Ей деген сияқты. Егер шаршасаңыз, Тура жолда жүрген бағытты береді. Не дейді? Тура жолда жүрген бағытты береді. Егер шаршап жүрсе, сіз тура жолдасыз, қайтпаңыз, иә? Түрегеп қайта жүріңіз деген әңгіме ғой, иә? иә, мысалы, Тамаша. егер де шаршайды, неге өйткені жұмыс істеп жатқанын көрсе, жұмыс істеп жатқанын береді ғой. Мына жақтағылар, жұмыс жақтағылар істе деп. Тамаша. Істе деген болса, ол сізге айтып жатса, оны белгілі ол сіз ғана істей алатын немесе сол іске сәйкес келетін нені беріп отыр деген мағынаны білдіреді. Мен өзім солай ойлаймын. Сіз маған бір нәрсе істе десе, еңсеретін күш бар деген сияқты, бір нәрсе істе десе, мен оны былай қабылдаймын. Менен басқа оны ешкім істей алмайды, мысалы. Керемет, тамаша. Мен солай қабылдап, солай істеп Тамаша. Шаршамаңыз, жассыз ғой. Келесі подкасттың модератор ретінде өзіңізді қабылдаймын. Өйткені бұл сіз атқара алатын қызмет. Да, мәссаған. Қалжың. Бәсе. Сөзіңізді ұстап жатқан ғой. Битті ғой қоныш. Мәссаған деді ғой. Что-то попал деді ғой примерде. Жақсы. Бүгін біз не үшін осы жолдамын деген сұраққа бір ғана жауап іздеген жоқпыз. Бірнеше ой пікірлерді қарастырып өттік. Яғни әр адамның өзінің жауабы бар. Әр адамның өзінің жолы бар дегендей. Бұл жерде кей адамдарды ұстап тұрған ол бір арман болуы мүмкін да. Осы жол менің арманым. Кішкентай кезінен бұны армандауы мүмкін. Кейде бұл шәкірт болуы да мүмкін. Мысалы, шәкірттің алдындағы қарызды өтеу мақсатында осы жолда жүруі мүмкін. Кейде бұл әдет болуы мүмкін. Кейде бұл бір жыл сөз болуы мүмкін. Кейде бұл үлкен бір мақсаттың мен осы бөлшегімін. Осы үшін мен қызмет етіп жүрмін деген сезім болуы да мүмкін да. Бұл мән осылай. Әркімнің өзінің мәні бар да. Яғни беретін мәні бар да осы жағдайға. Яғни Абай атамыз айтқандай, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға дейді. Егер сізде жас ұстаз болсаңыз, өзіңізге деген бұл сұрақты қоюдан қорықпаңыз. Мен неге осы жолда жүрмін? Кей адамның шын жолы дәл осы сұрақпен басталады. Келген қонақтарымызға рахмет, тамаша сұхбат, яғни тамаша ой талқы болып өтті. Сіздерге көп рахмет айтқым келеді, алғыс айтқым келеді. Уақыттарыңызды бөліп, демалыс уақытына қарамай, осылай керемет сұхбат, ойларыңызды ортаға салып бөліскендеріңіз үшін рахмет. Отбасыларыңызға, жақындарыңызға амандық, саулық тілеймін. Көріп отырған көрермендер, ой пікірлеріңіз болса, комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл Қосшы қаласы мектеп гимназиясы бір сабақ ұстаздармен әңгіме подкасты. Сау болыңыздар. Ей, ағай, сіз тоқтамайды екенсіз, иә? Хотя бізге де сөз берсеңіз, қоштасуға. Ондай жоқ. Айтқыңыз келе ме? Ал айтыңыз. Мен жақсы аяқтайтын шығармын дедім. Сіз қорытындылаған жоқсыз ба әлі? Қазақ тіл маман екен көріп тұр. Қуаныш ұйқысы келіп қайтқысы келіп отыр. Ал Жансая ханым, айта салыңыз. Елдос ұстаз, подкастыңызға бізді шақырғаныңызға сізге де көп рахмет айтамыз. Осындай пайдалы ұстаздардың рөлін
ұстаздардың маңызын көтеретін подкасттар елімізде көбейе берсін, әрбір мектепте болсын, және де ондай подкастты қолға алатын өзіңіз сияқты тәжірибелі креативті ұстаздар көп болсын. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп, бізге қоятын сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде пікірде жалғастырамыз. Жақсы, өте жақсы, рахмет пікіріңізге. Жақсы қолдау болды. Және келесі тақырып қандай болу керек, соны да жаза кетсеңіздер болады негізі. Қандай тақырыпта көргілеріңіз келеді подкастты?